Сәлеметсіздер ме? Бүгін 17-ші нұсқаның В бөлімінің талдайтын боламыз. 11-ші есеп. Сейфтің шифрында 5 әртүрлі сан бар дейді. Және осы сейфқа код қою үшін қанша вариантпен шифр жасауымыз керек. Яғни 5 цифр. Мысалы, сейфтің шифрын осылай қарайтын болсақ, мінекей 5 цифр қоятындай етіп, қаншама тәсіл арқылы жасауға болады дейді. Біз бұл жерде алмастырумен шығарамыз, яғни P5 5 факториалды қолдану арқылы. Алмастырудың жалпы формуласын жазып қояйын. 5 вариант. Мысалға да 1, 2, 3, 4, 5 болуы мүмкін. Немесе бізде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей 10 цифр бар. Солардың ішінен мұна әрбір орынға цифрларды қалай орналастыратындығымызды табамыз. Сондықтан біз 5 факториал арқылы табамыз. 5 факториал дегеніміз ол 1-ден 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. Нәтижесінде біз 120 әдіс арқылы 5 орынға сандарды қоя алады екенбіз. 12-ші есеп бізге А, Б, С деген сандар берілген, және осы сандардың ішінен ең үлкенін табуымыз керек. Ол үшін салыстырамыз. Егер мен b-ны квадраттайтын болсам, b квадрат менде 17-ге тең, с-ны квадраттайтын болсам, 16 қосу 8 түбірасты 15, қосу 15 тең болады. 16-ға 15 қоссам 31, қосу 8 түбірасты 15. 17-ден бізге 31 қосу 8 көбейту түбірасты 15 үлкен болады. Және де бұл жерде үлкен сан көрініп тұр, бірақ сонда да а квадратты да табайын. 15 азайту 8 түбірасты 15 қосу 16. Бұл жерде 31-ден алып тастаймыз 8 түбірасты 15-ті. Сондықтан үлкен сан с болып тұр. 4 қосу түбірасты 15. Енді екіншісінде сұрайды а мен с-ның көбейтіндісін. А көбейту с тең болады. Түбірасты 15 азайту 4-ті көбейтемін 4 қосу түбірасты 15-ке. Қысқаша көбейту формуласы бойынша а азайту б, б қосу а. Бұл жерде қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Сондықтан а-ның квадраты, яғни түбірасты 15-тің квадраты, азайту 4-тің квадраты. Түбірасты 15-тің квадраты 15, 4-тің квадраты 16, минус 1-ге тең болады. А мен с-ның көбейтіндісі минус 1. 13-ші есеп өрнекті ықшамда. Бірінші, қысқаша көбейту формуласы бойынша, яғни екі өрнектің қосындысының квадратын тауып аламыз. Түбірасты 3-тің квадраты 9, қосамын. 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі 2 түбірасты 15, қосамын. Түбірасты 5-тің квадраты 5. Оған қосамын. Мен 60-ты 15 көбейту 4 деп жазаламын. 4-тен квадратты бірдің астынан 2 шығады. Түбірастында 15-ті қалдырамын. 9-ға 5 қосамын. 14. 2 түбірасты 15-ке 2 түбірасты 15-ті қосамын. 4 түбірасты 15. Ортақ көбейткіш менде 2. 2-ні жықшан сыртына шығарсам 7 қосу 2 түбірасты 15. Келесін б-сында түбірасты 3 азайту 4-тің квадраты тұр. Бұл жерде, мұна жердегі квадрат түбірмен 2 дәрежесі екеуі былайша айтқанда қысқарып кетеді. Немесе оны былай да көрсетуме болады. Түбірасты 3 азайту 4-тің квадратының 2-ден 1 дәрежесі. Квадрат түбір дегеніміз ол 2-ден 1 дәреже. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сол кезде түбірасты 3 азайту 4-тің модулін аламыз. Квадрат түбірдің астынан шығарып жатқандықтан бірінші модулін қарастырамыз. Одан кейін қараймыз. 4 үлкен бе, түбірасты 3 үлкен бе. Бізде квадрат түбірдің астынан оң сан шығу керек.
4 азайту түбірасты 3 деп аламыз. Немесе мына жерге былай да жазуға болады. Минус түбірасты 3 азайту 4 деп. 14-ші есеп өрнекті ықшамда. Бірінші, мен 2х бөлінген x қосу y-ті жазып қоямын. 2х квадратты жазып қоямын. Және мына жерде x квадрат қосу 2х қосу y квадрат, бұл бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша x қосу y-тің квадратын береді. Көбейтемін. Ортақ бөлімге келтірем. Толықтауыш көбейткіш x азайту y. Ортақ бөлімі x азайту y. X азайту y қосу 2y. Тең болады. Тағы да айырманы ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі x қосу y-тің квадраты. Демек, мұнда толықтауыш көбейткіш x қосу y. 2x-ті x-қа көбейтемін. 2x квадрат қосу 2x-ті y-қа көбейтемін. 2xy. Азайтамын. 2x квадрат. Көбейту x азайту y. X-ті жазамын. Минус y плюс 2y, ол менде y-ті береді. Тең болады. Қысқаратындарды қысқартамын. Ары қарай. Бөлімінде x қосу y қалды. Алымында 2x квадрат пен минус 2x квадрат жойылып кетеді. Қалады 2xy. Оны көбейтемін. Мұнда менде 1 қалды. X азайту y тең болады. Бөлшекті бөлшекке көбейткен кезде алымын алымына көбейтемін. Бөлімін бөліміне көбейтемін. Бұл менде 2 өрнектің қосындысы мен 2 өрнектің айырмасының көбейтіндісі, ол екеуінің квадраттарының айырмасын береді. Мінекей өрнекті ықшамдадық. 15-ші есеп бізге мынадай тізбектің алғашқы 4 мүшесі беріліп қойған. Минус 1, 4-тен 1, минус 9-дан 1, 16-тан 1. Бізден сұрайды тізбектің келесі мүшесін табуды, және осы тізбектің жалпы формуласын жазуды, және 15-ші мүшесін табуды. Енді бұл жердегі заңдылықты анықтап алайық. Минус 1, 4-тен 1. Минус 9-дан 1, 16-тан 1. Байқап отырсақ, бөлімдері қандай да бір санның квадраттары. Және мына жердегі таңбаларымыз ауысып отыр. Егер мен тізбектің 5-ші мүшесі, яғни 5-тің квадратын жазатын болсам, және бұл жерде минус 1-дің де 5 дәрежесі деген сөз. Сонда жалпы формуласы сонда тізбектің былай олайын деп тұр. n-нің квадраты және минус 1-дің n дәрежесі. Мысалы, n-нің орнына 1 қоятын болсам, минус 1-дің 1 дәрежесі 1-ге тең, 1-дің квадраты 1, минус 1-ді 1-ге бөлсем, минус 4 шығады. Немесе 3 беретін болсам, минус 1-дің 3, яғни тақ дәрежесі минус болады, 3-дің квадраты 9, минус 9-дан 1. Сонда тізбектің келесі мүшесі бұл минус 25-тен 1. Жалпы формуласын жазып қойдым. Бұлай жазып қойын, AN деп. Бұл жерде бірақ арифметикалық прогрессия деген сөз емес. Жай ғана мен тізбекті A деп белгілеп отырмын. Енді 15-ші мүшесін табайық. A15 тең болады. 15-тің квадраты және минус 1-дің 15 дәрежесі. 15-тің квадраты 225. Теріс санның тақ дәрежесі, ол теріс сан болады. Сонда менде шығады минус 225-тен 1. 16-ші есеп, 9-шы Д класында 25 оқушы бар. Және осы 25 оқушының ішінде Максим және Даниал екеуі дос екен. Алгебра сабағында кез келген тәсіл арқылы сыныпты 5 топқа бөлген. Және осы Максим мен Даниалдың бір топта болуының ықтималдығын табу керек. Максим, Даниал. Егер 25 оқушы болатын болса, оны 5-5-тен бөлетін болсақ, әр топта 5 оқушы. Егер осы 5 оқушының біреуі бізде Максим болса, онда Даниалдың да осы топқа
түсуінің ықтималдылығын табамыз. Сонда 5 оқушының біреуі Максим, демек қалғаны 4 оқушы қалды. 25-тің ішінде Максимді алып тастаймыз, 24. Сонда 24-тің ішінен біз 4 оқушыны алуымыз керек деген сөз. Сонда 2 достың бір топта болуы 24-тен 4 немесе 6-дан 1. Сонда 2 баланың бір топқа түсуінің ықтималдылығы 6-дан 1 болып тұр. 17-ші есеп. Геометриялық прогрессия берілген, 5-ші мүшесі берілген, 7-ші мүшесі берілген, еселігімен бірінші мүшесін табу керек. Енді жалпы геометриялық прогрессияның n-ші мүшесін табудың формуласын жазып қоямын. Бұл n-ші мүшесін табу формуласы деп аталады. b5-ті табу үшін мен b1-ді q-дың 4 дәрежесіне көбейттім. Ал b7-ні табу үшін v1-ді q-дың 6 дәрежесіне көбейттім. Енді қараңыздар, осы жерден мен v1-ді тауып алсам, ол v5-ті q-дың 4 дәрежесіне бөлем деген сөз. b1-ді тапсам, b7-ні q-дың 6 дәрежесіне бөлемін. Енді теңдіктің екі жағында да v1, екеуін теңестіремін. Олардың оң жақтары, сол жақтары тең болса, демек оң жақтары да тең деген сөз. v5 менде 4-тен 1-ге тең. 4-тен 1-ді q-дың 4 дәрежесіне бөлемін. Тең болады. b7 16-дан 1-ге тең, q-дың 6 дәрежесіне бөлемін. Енді q-дың 6 дәрежесін q-дың 4 дәрежесіне бөлемін. Немесе пропорция арқылы да шығаруға болады. Мен бірден жазайын деп тұрмын. Q-дың 6 дәрежесін мұнда алымына жіберем де 4-тен 1-ді керісінше бөліміне жіберемін. Q-дың 6 дәрежесін Q-дың 4 дәрежесіне бөлсем, Q-дың квадраты тең болады. 16-тан 1-ді 4-тен 1-ге бөлсем, 4-тен 1 шығады. Сонда менде Q ол плюс минус 2-ден 1 деген сөз. Енді v1-ді табатын болсам, мына екі формуланың біреу арқылы v1-ді есептей қоямын. v1 тең болады, 4-тен 1-ді бөлемін. Q-дың 4 дәрежесі 4-тен 1, 16-тан 1. Тең болады, 4-тен 1-ді 16-тан 1-ге бөлсем, 4 шығады. v1 4-ге тең. 18-ші есеп, мәтінде есеп берілген. Катер өзен ағысына қарсы 4 км және көлде 10 км жүзген. Сонда барлық жолға 1 сағат кеткен. Ағыстың жылдамдығы 3 км сағат болса, катердің жылдамдығын табу керек. S1 4 км. Бұл ағысқа қарсы жүзген. S2 10 км, яғни көлде жүзген. Барлығына 1 сағат кеткен. Ағыстың жылдамдығы 3 км сағат. Катердің жылдамдығын табу керек. Катердің жылдамдығын оңай болу үшін x деп алайын. Енді арақашықтыққа, жылдамдыққа, уақытқа берілген есептерде біз үнемі осы формуладан шығарамыз. Бірінші, ағысқа қарсы жүзді. Демек, катердің жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын азайтып тастаймын, және оны қандай да бір уақытқа көбейткенде. T1 біз білмейміз. S2 көлде жүзді катер. Көбейту T2. Бұл уақыттардың қанша екендігі бізге маңызды да емес. Бізге маңыздысы осы ағысқа қарсы және көлде жүзген уақыттардың қосындысының T екендігі. Демек, мына жерден мен T1-ді, мұннан T2-ні тауып аламын. T1 тең болады, S1-ді, мен енді катердің жылдамдығы VK-ның орнына X деп жазамын. X азайту VA. T2-ні табу үшін S2-ні VK-ға бөлемін. Немесе мынаның орнына қазір X деп жазамын. Енді екеуінің қосындысы T-ға тең. Сондықтан T1 мен T2-ні қосамын. S1 менде 4-ге тең. X азайту 3. Оған қосамын S2 10-ға тең. Катердің жылдамдығын X деп алдық. Соның барлығына 1 сағат уақыт кетті. Ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі X көбейту X азайту 3. Толықтауыш көбейткіш X-тан X азайту 3 және X азайту 3 көбейту X. 4X қосу 10X
азайту 30 тең болады x квадрат минус 3x. Яғни жақшаларды ашып жібердім. Енді ортақ бөлімге келтірдік. Ары қарай бөлімдерін тастап кетемін. Тек қана алымдарын теңестіріп жұмыстанатын боламыз. Тең болады x квадрат минус 3x. X квадрат, мына жерде 4x-ға 10x қосам 14, мына жаққа шығарамын минус 17x. Қосу 30 тең 0. Так, x1 мен x2-ні қоссам 17, x1 мен x2-ні көбейтсем 30 шығып тұр. Қандай сандарды көбейткенде 30 болады? 15 пен 2. Солай ма? Қосатын болсақ 17 шығады. Енді қараңыздар, бұл бізде сұрап жатқан катердің жылдамдығы. Катердің жылдамдығы ағыстың жылдамдығынан артық болу керек. Яғни біздің x-іміз 3-тен артық болады. Сондықтан есептің жауабы катердің жылдамдығы 15 км сағат. 19 есеп өрнектік шамда тригонометрияға берілген екен. Так, мен бұл жерде өзіміз білетін қысқаша көбейту формуласы бойынша екі жақшаға жіктеймін. Косинус квадрат x бөлу 2 қосу синус квадрат x бөлу 2. Екінші жақшам косинус квадрат x бөлу 2-ден аламын синус квадрат x бөлу 2-ні. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік бойынша косинус квадрат альфа қосу синус квадрат альфаның мәні 1-ге тең болады. Сонда косинус квадрат x бөлу 2 азайту синус квадрат x бөлу 2 шығады. Себебі кез келген санды 1-ге көбейтсек, сол санның өзі шығатын білесіздер. Косинус квадрат x бөлу 2 синус квадрат x бөлу 2 бұл бізде косинус 2 көбейту x бөлу 2-ні береді. 2 мен 2-ні қысқартып жіберемін. Косинус x шығатын болады. Яғни бұл есепте мен қандай формуланы қолдандым? Косинус квадрат x қосу синус квадрат x-тің 1-ге тең болатындығын және косинус 2x-тің косинус квадрат x азайту синус квадрат x-ке тең болатындығын және де a квадрат минус b квадрат a азайту b, a қосу b-ға жіктелетіндігін. 20 есеп теңсіздікті шешіңіз. Осындай теңсіздіктерді шығарған кезде әр қайсысын 0-ге теңестіреміз, егер алымында болса. Мысалы, x қосу 2-ның кубы дейді. X қосу 2 тең 0-ге, x тең минус 2-ге. Келесі, x қосу 3-тің квадраты, x қосу 3 тең 0, x тең минус 3. Ал бөліміндегі бір азайту x тең болмау керек 0-ге, x тең емес 1-ге. Мүмкін мәндер жиыны бойынша білесіздер, бізде бөлшектің бөлімінде 0 шықпау керек, себебі санды 0-ге бөле алмаймыз. Енді координаталар осіне саламын сан түзуіне. Белгілеймін. Минус 3-ті. Себебі бояп жатқаным бізде қатаң емес теңсіздік. Минус 2. Бірді ашық қалдырамын. Себебі ол бөлімде тұр, x 1-ге тең болмау керек. Интервалдар әдісі арқылы шығарамын, сондықтан аралықтарға бөлемін. Және ескеретін жағдай x қосу 3-тің квадраты. Мына квадрат тұрғандықтан, мына жердегі минус 3-ке петля қоямын. Себебі осы аралықта оның таңбасы өзгермейді. Өзімізге ыңғайлы болу үшін минус 2 мен 1-дің арасынан 0-ды аламын. Мұнда 0-ды қоямын. 0 қоямын плюс, 0 қоямын плюс, 0 қоямын плюс. Демек, минус 2 мен 1-дің арасындағы таңба плюс деген сөз. Сәйкесінше минус, минус, плюс, минус. Мына петляны қойғанымыз үшін сондықтан. Міне, минус шексіздік пен минус 3, және минус 3 пен минус 2-ның арасындағы таңба өзгерген жоқ. Себебі мына жерде квадрат дәреже тұр. Куб дәреже болса, ол таңба өзгере береді. Квадрат, 4 дәреже, 6 дәреже болған кезде міндетті түрде петля қоямыз, немесе лампочка деп айтады. Енді маған керек аралық ол 0-ден кіші аралық. Сонда теңсіздігімнің шешімі минус шексіздіктен
минус 3 жауапқа кіреді. Минус 3, минус 2, сондықтан мен былай минус 2-ке дейін деп ала аламын. Және бірден плюс шексіздікке дейін. Мына жерде минус 3 жауапқа кіріп тұрғандықтан. Енді тексеріп көрулеріңізге де болады. Мысалы, минус 3-ті қоямын. Минус 3-ті қойдым, 0. Алымы түгел 0 болып кетті. 0-ді санға бөлсем 0 шығады. Теңсіздікті қанағаттандырады. Себебі теңсіздікті айтады, ол 0-ден кіші немесе 0-ге тең болу керек деп. Сондықтан менің теңсіздігімнің шешімі осындай болады.